Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен видеодағыдай өте керемет және де үй жағдайында жасалатын булочки дайындаймыз. Бұл булочкимен кез келген қонағыңызды таңғалдыратынына сенімдімін. Ол үшін ең бірінші ыдысымызға жылы су, одан кейін жылы сүтімізді құямыз да үстіне қант пен ашытқы, яғни дрожжымызды қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Одан кейін 2 жұмыртқаның ақ уызын және де сұйық майды қосып араластырамыз, сары уызды бөлек алып қалыңыздар. Сосын 400 грамм ұнды осылай елеп алып қосып, басында осындай лопатканың көмегімен араластырамыз. Содан кейін 400 граммнан кейін үстіне 280 грамм ұнды тағы да елеп қосып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығуы қажет, оны бірнеше сағатқа ашытып қойыңыздар. Қамырымыз осындай керемет болып ашып шықты, енді оны видеодағыдай етіп, теңдей бөлшектерге бөліп шығыңыздар. Одан соң қамырымызды алып, видеодағыдай етіп, қолымызбен кішкене жайып аламыз да. Мен шоколад қостым, сіздер оның орнына вареная сгущенка немесе ештеңе қоспай қойсаңыздар болады. Видеодағыдай етіп, шарик етіп түйіп шығыңыздар. Енді булочкаларымызды бір шетке қойып, енді үстіне себетін штрезель дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға қант пен ұнды біркелкі етіп осылай қосып араластырып аламыз да. Мұздатқыштан шыққан мұздай сары майымызбен қолымызбен араластырамыз. Видеода көрсетілгендей етіп, біркелкі етіп араластырыңыздар, сонда керемет болып шығады. Енді булочкамыздың бетіне бағана алып қалған сары уыздың үстіне кішкене сүт қосып осылай араластырып жағып шығамыз да, жаңағы дайын болған штрезелімізді себеміз. Енді алдын ала қыздырылған пеште 180-200 градуста 20 минутта пісіріп алыңыздар. Сонымен біздің осындай өте ерекше булочкамыз дайын. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!